Дәл осындай дәмі тіл үйіретін үй жағдайында жасалған наггетсті сіз ешқайдан жеп көрмедіңіз. Ал оны жасау үшін менің видеомды соңына дейін қараңыз. Дәмі ерекше әрі тойымды болады. Ең алдымен тауықтың төс етін өзімізге керекті мөлшерде ұзыншақ қылып турап аламыз. Панировкасын жасаймыз. Ол үшін біз жұмыртқаны салып, оған арнайы наггетсінің қоспасын қосамыз. Егер де сіздерде ондай жоқ болса, қолмен жасауға болады, яғни ұн, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, куркума және тағы басқа да өзіңізге қажетті қоспаларды салып жасасаңыздар болады. Қызып тұрған майға салып, дайын болғанына дейін қуырып аламыз. Наггетсті дайындау көп уақыт алмайды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Қарасаң көзің тоймайтын, жеп көрсең аузың тоймайтын ерекше болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Еркежан.